Сіз байқадыңыз ба, кейбір адамдар 50 жасында 30-дағыдай жарқырап жүреді, ал кейбірі 25 жасында қажып, қартайып көрінеді. Мәселе тек генде емес, кремде де емес. Ғалымдар бізді іштен мүжіп, клеткаларымызды өлтіретін үнсіз киллерді тапты. Бүгін мен сізге неге біздің замандастар тез қартаятынын және паспортыңыздағы жасқа қарамастан биологиялық сағатты қалай кері айналдыруға болатынын айтамын. Видеоның соңында стрессті 1 минутта басатын әдісті көрсетемін. Қартаюдың 3 басты себебі. Біріншісі кортизол, қартаю гормоны. Біз уайымдағанда бүйрек үсті безі кортизол бөледі. Созылмалы стресс кезінде бұл гормон коллагенді бұзады. Нәтижесінде бетте ерте әжімдер пайда болып, шаш ағарады. Сіз жай ғана ренжіген жоқсыз, сіз қартайып жатырсыз. Екіншісі теломерлер, өмірдің ұштары. Ғылыми тілмен айтқанда, біздің хромосомаларымыздың ұштарында теломерлер бар. Олар неғұрлым қысқа болса, біз соғұрлым тез қартаямыз. Ал негативті ойлар мен тұрақты мазасыздық бұл теломерлерді жеп қояды да, Нобель сыйлығының иегерлері мұны дәлелдеген. Үшінші, гликация, тәтті қартаю. Бұл жерде қант тақырыбына тағы да ораламыз. Қант ағзадағы белоктармен бірігіп теріні қатырып тастайды. Егер сіз көп тәтті жесеңіз және көп уайымдасаңыз, бұл қартаюға қарсы қосылған қос бірдей соққы. Жастықты қалай сақтап қаламыз? Бірінші кеңес – цифрлық детокс. Күніне 1 сағат телефонсыз табиғатта немесе тыныштықта болу миды демалдырады. Екінші, магний мен антиоксиданттар күйзеліске қарсы тұру үшін ағзаға көмек керек болады. Үшінші, күлкі терапиясы. Күлген кезде эндорфиндер бөлініп, кортизолдың әсерін жояды. Қартаю бұл табиғи процесс, бірақ ерте қартаю бұл үлкен қателік. Өзіңізді уайыммен жегідей жегенше, өмірдің әр сәтінен ләззат алуды үйреніңіз. Сіздің жүзіңіз ішкі дүниеңіздің айнасы. Соңғы рет қашан шын жүректен күлдіңіз, пікірге жаза кетіңіз. Видео пайдалы болса, әрқашан уайымдап жүретін досыңызға жіберіңіз. Жастығымызды бірге сақтайық.